Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз осындай ыстық ыдыстың астына қойылатын әдемі кілемшені тоқимыз. Тоқылу жолы оңай. Қарасаңыздар, көзіңіз иллюстрация, яғни мен бұған иллюзия деп ат қойдым, яғни антистресс, көзіңіз айналып кететін сияқты болып тұр, және келген үйге қонақтардың да көзі айналады, басы айналатын болады. Сіздер де тоқып көріңіздер. Шеңбер жасап аламыз. Мен шеңберді әрдайым осы қолмен жасай салам. Қолмен түйген маған ұнайды. Так, бізге 8 өрім жасаймыз. 8 шеңбер мінекей, біреу. Ой, бізге 7 шеңбер жасау керек. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді осыны бір жерге біріктіреміз. Үлкен шеңбер шығады. Енді осы үлкен шеңберге біз былай жасаймыз. Мынаны көтереміз, мына жіпті. Сосын біреу аламыз, екеу, үшеу. Міне. Енді қараңыз, енді не істейміз? Енді мына жіпті ұстаймыз дағы, алып шығамыз. Жаңағы мына жіптер терген. Сосын мына жіпті алып, былай. Сонда бізде біреу шығады. Арасынан екеу жасаймыз. Біреу, екеу. Тағы да мінекей. Біреу, екеу, үшеу. Енді мынаны ұстап тұрамыз да, мынаның бәрін алып шығамыз. Екеуді біреу қылдырамыз. Осындай бізге 8 істеу керек. 1, 2. Осындай 8 істеп шығайық. 2, 3, енді 8, общий 8 болу керек. Қыздар, 8 істедік. Енді 1, 2 дейміз дағы. Ең басына біріктіре саламыз. Енді не істейміз? Енді мына жерге өтеміз. Енді былай жасаймыз. Былай өтеміз. Енді былай жасаймыз. Былай аламыз. Үшеу қоя, үшеуді біреу қылдырамыз. Сосын 1, тағы да үшеу, үшеуді біреу қылдырамыз. Біреу. Тағы да осы жерге. Тағы да осы жерге. Енді келесі мына тесіктерге, мынандай үлкен-үлкен тесіктерге біз осылай жасап шығамыз. Үшеуді біреу қылдырамыз, арасынан біреу. Үшеуді біреу қылдырамыз, арасынан біреуді ұмытып кетпейміз. Яғни әр тесікке осындай 4 неден жасап шығамыз. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей екінші қатарды болдық. Енді мына жерге біріктіреміз. Енді мына әр тесіктің орталары жасадық қой біз жаңа. Сол әр тесікке біз былай жасаймыз. Әр тесікке жай ғана осындай нелер жасап шығамыз.
Соңына дейін тоқып шығамыз. Қыздар, неке аяқтап болдық. Мен жерге біріктірдім. Енді таяқша істейміз, яғни баған. Осы жерге, осы тесікке тағы да бір баған істейміз. Екінші тесікке 2 баған. Әр тесікке 2 бағаннан тоқып шығамыз. 2, 4, 1, 2, 3, 4. Яғни әр тесікке 2 бағаннан тоқимыз. Соңына дейін тоқып шығамыз. Енді 1, 2, 3 дейміз дағы. Жіпті алып, мынау біз 3 жіп жасадық қой, бұл жіптен емес, келесі жіпті арасынан кіргіземіз да, мына жіпті тартып алып шығарамыз. Үшеуді екеу, екеуді біреу қылдырамыз. Сосын жаңағы жерге жіпімізді кіргізіп, тағы да бір баған жасаймыз. Үшеуді екеу, екеуді біреу қылдырамыз. Енді қараңыздар, енді біз басқа тіс қосамыз. Ол үшін біз басқа тісті былай қосамыз. Алып жібереміз. Енді біреу тастаймыз да, мына ақ жіп мына ішінде жүре береді. Біз тоқып кете береміз. Енді көкпен тоқимыз, яғни бір бағанды қалдырып, келесі бағанға жаңағындай тоқимыз. Үшеуді екеу, екеуді біреу қылдырамыз. Так, мына жіпті ұмыт кетпейік. Өзімізбен бірге алып жүреміз. Өйткені келесі жіпті қайттан тоқитын боламыз. Біреу қалдырып, екіншісіне тоқимыз. Және осы жерде тағы да мінеки. Енді көкті қойып, ақты аламыз. Біреу жасаймыз. Енді біреу тастаймыз да, тағы келесіне тоқимыз. Біреу аламыз. Біреу тастаймыз да, келесіне тағы да тоқимыз. Мен ойлаймын, сіздерге түсінікті шығар деп. Неке басында біз бір баған жасап алдық та. Яғни қыздар, неке 2 ақ, 2 көк, бірақ жіптерді артына қалдырмай бірге алып жүреміз. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Қыздар, неке аяқтап келді. Енді көк жіпті қойып, ақ жіпті біреу аламыздағы мынаған біріктіреміз. Енді 1, 2, 3. Енді қарап отырсаңыздар, манаған мындай шығыңқырап тұрған бағандарды манағындай тағы да тоқып шығамыз. Енді көк жіпті аламыз. Көк жіпті алып, үшеуді екеу, екеуді біреу қылдырамыз. Осы жерге тағы да бір баған тоқимыз. Көкті қойып, ақтан аламыз. Ақты мінеки шығыңқырап тұрған бағандарға тоқып шығамыз. Жіпті тартыңқырап қойсаңыз болады. Көк жіпті аламыз. Бағанаға не шығып тұр. Басындағысы. Так, енді
Осылай жалғасып тоқи береміз, қыздар. Мінекей, әр бағанға біреу және сол жерге тағы бір баған тоқимыз. Міне осылай көкпен көк кете береді, ақпен ақ кете береді. Келесі қатарға дейін тоқып шығамыз. Осы қатарды аяқтап шығамыз. Қыздар, мінекей. Қыздар, мінекей екінші қатарды аяқтадым. Енді ақ жіпті алып, біреу тартамыздағы мінекей мынаған тіркейміз, қосамыз. Енді осы ақ жіптен баған жасаймыз. 2, 3. Енді қарасаңыздар, мұқият қарасаңыздар, біріншісін осы аламыз, шығып тұрған жіптен. Екіншісіне біреу емес, уже 2 баған жасаймыз. 1, 2. Енді мына жіпті қойып, көк жіпті алып, біреу аламыз, мына тартуға болады. Сосын мына шығып тұрған жіптен, көк жіптен бір баған жасап аламыз да, сол жерден 2 баған жасаймыз. Алдында бірінші, екінші қатарда біреу жасадық қой. Енді 2 бағаннан жасаймыз. Енді ақ жіпті алып, тартып жіберейік. Ақ жіптен тоже біріншісінен біреу, сол жерден 2 баған жасаймыз. Осылай біз соңына дейін тоқып шығамыз. Яғни қарап отырсаңыздар, бұны қарап отырсаңыздар, 2 рет біз бір қатар осылай тоқып шығамыз, 2 неден. Төртінші қатарда тағы да солай тоқимыз. Яғни қарап отырсаңыздар, бұл оңай. Біріншісін, мысалы, бірінші, екінші қатарды біз бір баған және қасында бір баған болып тоқыдық. Үшінші, төртінші қатарда біз бір баған және қасында 2 бағаннан тоқимыз. Және 5-ші, 6-шы қатарда біз бір баған қасында 3 болады. Солай біз 6-ға дейін тоқып шығамыз. Қасынан тоқып шығайық. Біріншісін солай жасаймыз, және де келесісінде осылай бір баған қасында 2 баған солай тоқып шығайық. Сосын кейінгісін көрсетем тағыдан. 1, 2, 3. Және де мына жерде қарасаңыздар, осылай жіпті аламыз алдан қатардағыдай. Және де мына жерге біз алдында 2 жіп тоқсақ алдын қатарларда, біз енді бұл жерге 3 жіп тоқимыз. 3 баған тоқимыз. 3 баған. Сосын мына жіпті қоямыз да, көкті аламыз. Жіпті қоямыз да, енді мына жерден көк жіпке кетеміз. Енді осы жерге 3 жіп тоқимыз. 3 баған тоқимыз. 1, 2, 3. Бұна жіпті қоямыз да, ақ жіпті аламыз, тартып. Сосын тағы да мінекей. Арттағы көк жіпті бірге тоқып жібересіздер, ұмытпаңыздар, өйткені артта қалып қойып жүрмесін. 1, 2, 3. Неге осылай кете бересіздер, яғни біріншісі осылай алынады да, қасына 3 баған тоқимыз. Келесіне тағы да біреу, қасына 3. Осылай 2 қатар жүргізіп өтеміз. Одан кейін келесі қатарда осында біреу тоқимыз да, қасына 4 тоқимыз. Біреу, қасына 4. 2 қатар айналып тоқимыз. Сосын келесі қатарды тағы мынандай біреу айналмалы баған, қасына 5. 2 қатар жүріп келеміз. 2 қатар жүріп болғаннан кейін тағы да айналмалы баған, қасына 6 тоқимыз. Сонда біздің мынау кілемшеміз үлкейеді. Солай тоқып шығайық. Қыздар, осымен тоқып болды. Мінекей мен
алты баған қасында біреу, сонымен осымен тоқтадым. Осы маған үлкендігі жетеді, ұнайды. Енді не істейміз? Енді аламыз да ана жерге келдік қой, жаным. Осы жерге біз былай жасаймыз. Мінекей. Былай жасаймыз. Неке соңында келдік былай. Және де мынаған қосамыз. Мына астындағы жіп қала берсін. Осы ақ жіппен арғата кетеміз. Ол үшін былай көтереміз. Және де мына жерге барамыз. Өтеміз. Яғни біз мына 6 бағанға біз мынандай жасаймыз. Ол үшін көтереміз да. Мына жіп біздің астында қала берсін. Ол кейін керек болады. Кейінірек көтереміз да былай жасаймыз. Басындағыдай неке 1, 2, 3. Сосын оны біріктіріп жібереміз. Бір жерге жинаймыз да. Сосын осылай істейміз. Қарап отырсаңыздар, басындағыдай, мына басында гүл жасадық қой, солындай жасап шығамыз. 1, 2. Келесі жерге де 2, 3. Bir, 2. Келесі тесікке де солай жасаймыз. 1, 2, 3. Сосын бір жерге біріктіреміз. Арасында 1, 2 дейміз. Келесі тесікке 1, 2, 3. Бір жерге жинаймыз. Сосын біреу алдырамыз. Тағы да 1, 2. Бүйте түсіріп атырым. 1, 2, 3. Осыны бір жерге жинаймыз. 1, 2 дейміз дағы. Тағы да 6-шы шеңберге 1, 2, 3. Енді қарап тұрсаңыздар, мына көкке біз тиіспейміз. Мына жерде 1, 2, 3 аламыз. Және мына көкке тиіспейміз. Келесі ақтың 6, мына 6 шеңберіне, 6 тесігіне тағы да осындай жапырақтың гүлдерін тоқып шығамыз. 1, 2, 3. Осыны бір жерге жинаймыз. 1, 2. Келесі шеңберге тағы да жапырақ. 1, 2. Осылайынан біз соңына дейін тоқып шығамыз. Яғни мына 6 шеңберге мынандай жапырақтар ортасында 2 шеңбері бар. Және мына көк жіпті алмаймыз, оның орнына мынандай 3 жіп жасаймыз. Осылай тоқып шығамыз, қыздар, соңына дейін тоқып шығамыз. Қыздар, мінекей мен тоқып болдым шет жақтарын. Енді біз не істейміз? Енді соңғы қатар қалды. Ол үшін жаңағындай ортасына 3 жасаймыз ғой. 3-еуін тоқып алайық. 3 өрім.
1 2 3 және мына ең бірінші бастаған тесігімізге бекітеміз. Және ақ жіпті қоямыз да, көк жіптің астындағы көк жіп алдында қиған жоқпыз ғой. Соны көтереміз да осылай жасаймыз. Так, 1 2 3 4 5. Енді осы тесікке біз 4 өрім жасаймыз. 2 3 4. Осы жерге енгіземіз. Мына ақ жіп, енді ақ жіпті кесіп тастауға болады астындағы. Енді келесі шеңберге кіреміз дағы, тағы да 1 2 3 4. Яғни көк жіппен келесі қатар, соңғы қатарды тоқып шығамыз осылайынан. Мінекей 6 мынандай жапырақтың орталарына біз 2-2-ден тоқыдық қой. Солардың ортасына біз мынандай 4 өрімнен тоқып шығамыз. 1 2 3 4. Осыны осы жерге бекітеміз. Сонда мынандай шеңберлер шығады. Дағы бекітіп аламыз. 1 2 3 4. Осы жерге бекітеміз. Осын тағы осы жерге 1 2 3 4. Осы жерге бекітіп аламыз. Келесі неге өтеміз? Соңғысы, яғни 1 2 3 4. Осы жерге енгізіп аламыз. Және енді не істейміз? Енді мынау қарап отырсаңыздар, астындағы неге қараймыз? Яғни 6, соның ортасына, так, 1 2 3 ортасына күрчегімізді салып, мынаны жіпті алып, ортасына осылай бекітеміз. Келесі жерге өтіп аламыз. Тағы да 1 2 3 4. Осы жерге тағы бекітеміз. Солай кете береміз, қыздар. Неге осындай болып шығады бізде. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Мен тоқып болдым, неке қыздар. Сіздер де тоқып көріңіздер. Тоқылу оңай. Егер сұрақтарыңыз болса, маған жекеме шығыңыздар, инстаграмма жазылыңыздар. Бұрымды келін деп аталады. Лайк басыңыздар. Мен сіздерге лайк басқан сайын, көрген сайын, просмотрларым көбейген сайын сіздерге осындай керемет дүниелермен бөлісемін. Сіздердің барлықтарыңыз қазақтың қыздары, қолөнершілер, сондықтан сіздерді оқытып тоқытқым келеді. Лайк басыңыздар, қыздар, сау болыңыздар.